Баршаңызға сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін 29-ы таңғы сағат 7:30, 2021 жыл. Мен сіздермен бүгін ерекше видео жасамақшымын. Яғни бір күндік өмірімді бір күндік блог түсіретін боламын. Бұл жай ғана бір күндік өмір емес, менің ән домбыра үйірмесімен өткен ең соңғы күнімнің блогы. Яғни сіздерге айта кетейін, мен Шымкент қаласы оқушылар сарайындағы ән домбыра үйірмесіне қатысамын. 4 жыл болды, биыл осы үйірмені бітіремін. Ең соңғы рет біз тауға барып қыдырмақшымыз. Бүгін соны сіздерге де көрсететін боламын. Bir күндік өмірімді қызық болады, соны дейін көріңіздер. Және де менің каналыма алғаш кіріп отырған болсаңыз, міндетті түрде видеоның астына подписаться деген сөзді басып, каналыма тіркеліп, әдемі смайликтер қойып, комментарийді жазып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Негізі дайындығым кеше түннен басталған, тауға баратын болғаннан кейін қазір сіздерге сумкамды көрсетемін. Вот, міне, онымен кеше бір күн бойы дайындадым, магазинге бардым. Мен үнемі барлық нәрсеге дайын болып жүремін. Даже мақтамен не де бар ішінде. Декапастер де бар. Вот біздің газет. Енді кетіппіз. Аха, жақсы. Балалар жайға сылаймылашқан. Осы үйге отырайын. Привет, привет. Нақа отырасың ба? Жомансың, анам жеп болса албасың. Жандарым, анаға қалырым. Болып түсірватым. Давайте, мен айқайлатпай, балдар әсіресе, ұл балдар. Айқайлатпай барып, айқайлатпай қайтамыз. Келістік па? Айтсын нұршы. Аямайтын бағасын, үй болайық екеуміз, бағындырғандар ашық. Ата-ана құшыл болсын, таңым барда, жаным барда, әнім барда кеудемде. Еримін мен, естимін мен сені жаным көргенде. Болды ішінде тамақ деп. Маған берші Бауыржан, Нұржан. Шапер ағаға жібердесі. Шапер ағаға. Нұржан. Всем привет, бүгін бізде Аселя Арман қызы каналында YouTube болады. Әйіз ағай. Аселя, за тебя. Бәрі май бұтшы. Не өзі ол. Давай, до конца. Аселя, давай. Құда болсаң сыдан. Давай. Тағы да. Тауға береміз. Төбеге қарасың, басың айналып тұрам. Давай, бір, екі. Біз қазір пикник болып отыратын жер іздеп жатырмыз. Қазір стол жасап, тауға шығамыз. Бізбен бірге болыңыз. Біз енді отырмыз. Демалыс дейма бұны. Қазір газель келеді, ішінде тамақтар бар.
болды. Күшті болды. Сиясыңдар. Ол жетелік сая берді. Отырыңдар. Мына пакет. Мына Аселияның палауысы сары бір басқаша ғой. Апай, өзбекстің палауы. Қалай сары болады? Біздің палау вообще сары болмайды. Қазақтардың палаулары осындай болады. Сары. Ей, үйреніңдер. Қазір Эверестті бағындырайын деп атырық қой, примерно. Нандай түрмен тамақ жеп алдық бәріміз. Ау. Қазір нандай тауға шығамыз. О, алға қарай кете берсіңдер. Таудың етегінде сай. Өлейін деп атырық. Мынандай сұлулықты тек өз көздеріңізбен көрулері керек. Бұл жерде сұлу, табиғат емес сұлу біз. Ура! Найқа шыққанша өтіп қалайын дедім. Қазір найқа бару керек. Жолдың бәрі мынандай. Ужас. Сурет кетсіге кезек болады. Осындай көріністі көріп отырған біз бақыттымыз. Мынандай жерде тұрмыз. Кәстеміз. Мына екі қыз мықты екен біз ойлағаннан. Түсіп бара тұрыш. Біз аяқтан алар күтіп тұрмыз. Ана төбеге шыққандар вообще мықты екен. Таудан түсіп жатырмыз. Аз ғана қалды. Шыдап болса. Таудан енді келдік. Бәрі шөлді қандырып жатыр. Прям шөлде қалғанбыз. Енді суға бара жатырмыз. Ана жақта арбаға деген сол жаққа барамыз. Киім ауыстырдық. Таудың кереметін. Енді көйлекпен де түсеміз суретке. Бәрін пайдаланып қаламыз ғой біз. Yolub gözümden nur, ерекше сезімнен бір, тұнжырап қарап едің, сен маған қарап едің. Әдемі табиғатта біз қазір ғана суретке түсіп болдық. Екінші обед па бізде? Екінші обедте келдіз. Жаңа завтрак екен ғой. Махаббат деген қандайды, қарасам көзім талмайды. Сағынған жанға жете алмай, қаншама гүлдер сарғайды. Ашықсыз өмірме, егілме жаным, егілме. Көктегі күнге қол созған, енесің мынау өмірге. Болды ғой, кім алды? Ойын ойнауға бөлісіп жатыр. Сен ағам, тоқта. Басқа білімнен. Қоңырау. Instagram, TikTok, контакт.
Театр, цирк. Жинау басталып кетті. Жаңа толып тұр еді, азында. Енді бос қалыпты. Қайтамыз. Күшті болып бүгін күн. Автобусқа болды, қайтамыз. Енді жолға шығамыз. Құдай қаласа тағы. Вот мынандай табиғатты қалай қиясын бір жағынан. Болды. Бүгінгі серуеніміз аяқталды, я? Оқушылар сарайы, қош бол. Бұл соңғы келуім емес, бірақ әлі талай рет келем. Бірақ ән домбырамен қоштасып жатырмын, не деген.